Қалайсыңдар достар, сендермен бірге мен Армашка бро достар. Бүгінгі видео влог, яғни YouTube жайлы сөйлесетін боламыз достар. Көбісінің бәрінің маған қоятын сұрақтары: YouTube'дан қанша табасың, YouTube арқылы ақша табуға бола ма, YouTube саған не береді, YouTube'да неге подписчигің көп, неге подписчигің аз, неге просмотр аз. Бір нәрсені ұғыңдар достар, YouTube'ды тек ақша үшін пайдаланудың қажеті жоқ. YouTube'ды көбісі 3 жыл бұрын түсіреді, 3 жыл еңбектенеді. Әркім өзіне байланысты сол санасына. Мысалға мен өзім табам, шынымен айтайын, бірақ YouTube'ны өзінен таппаймын мен. YouTube'ны рекламасынан табам. Және де бір күндік ақшам менің күніме жететін ақшадай табам. Бірақ сол ақшаны мен көбінесе құртам. Қайда құртам? Видеоға құртам. Монтажға, превьюға, дауысына, музыкасына, бәрі нәрсе платный болады. Көп нәрсе, көп жағдайда достар, сендер ойлайсыңдар, YouTube'дан ақша табу ойбай, оңай деп. Видео салдың, бітті, ақша табу керек сендерге. Ондай нәрсе емес. YouTube'дан қатып қалған бір заңы бар. 1000 подписчик жинайсың, 4000 сағат просмотр жинайсың, содан кейін монетизациядан қосылады. Менде достар қазір міне осыншама бар, жинап қойдым. Бірақ та әлі де еңбектену керек, әлі де табам деген уақыт бар. Сендерге мотивация болсын деп қана айттым. Кішкене мен мысалы ең басында Армашка броны ашқан кезде 2-ақ подписчик болды, ойлаңдаршы. Оның өзі көрші досым ғана болды. Бірінші видеом салдым. Бір күннің ішінде 150 просмотр болды. 97 подписчик болды, ойлаңдаршы, түсінесіңдер ма? Ал одан кейінгі видеоларды салдым. 3 күнде мен 300-400 просмотр жинап алдым. 100 лайкпен. Ойлаңдаршы, комментарийда еще мықты комментарийлар болды. Одан кейін елестер жайлы видеом шықты, аягөздік. Бәтті 900 000 просмотрға жетіп алдым. Күнде подписчиктер көбейіп жатты. Көбісіне шынымды айтайын, өтірік болған жоқ. Конкурс жасадым, конкурсқа әділ бердім ақшаларын. Бірақ ұтпағандар маған жазады: ойбай, алдап кет, ақша. Сендер мақсаттарың ұту емес, бақ шаба ма деген нәрсе. Бақтарын жанды ма алдыңдар, ұтылдыңдар ма келесіне қатысыңдар. Көп менде болады ондай нәрселер. Мен ол ақшалар сендерге таратып жатырмын, тегін бере салмаймын. Өзінің шарты болады арнайы. Жұмыс істеу керек деген сияқты нәрсе ғой бәрі. Және де реклама жайлы жаза берсеңдер болады, сендерге активность көтеріп бере алам мен. Максимум 200-300-100-ден жинап бере алам. Рекламада барзан 500-ақ теңге тұрады, ойлаңдаршы. Ондай реклама қайдан табасыңдар сендер? Және де біраз ойындар бар, онлайн ойындар ойнаймын мен. Ары ең көп өтірік айтпай қой, табатын ақшам 10 000 теңгенің үстінде таба алам мен 2 күннің ішінде. Сондықтан достар, бүгін сендерге шағын информация бердім. Өзімнің қанша табатынымды, күнделікті қанша ақша жұмсайтынымды. Күнделікті мен өтірік айтпаймын, бір күннің ішінде 6 000-7 000 теңге құтып тастаймын. Монтажы бар, превью бар, одан кейін в общем сондай нәрсе сақ тектерге. Бірақ табам бір күнде әрқалай рекламаға байланысты 5 000 теңге, YouTube'тың бергеніне байланысты. Жалпы достар, подписчиктер мені басқарады деген видео шығады скоро. Давайте комментарийға жазыңдар, кім ақша тапқылар келеді, үйретем. Достарыңа жіберіңдер, давайте аягөзді көтерейікті, рекорд қояйық аягөзін. Не бәрі бір лайк, бір подписацияны басасыңдар. Неге ондайға ерінесіңдер? Қолдау көрсетсеңдер, наоборот. Өздеріңіз істей алсаңдар, істеңдер, істей алмасаңдар, қолдау көрсетсеңдер. Оның бәрі еңбек қой, түсіру. Жарайды, сендер ойлайсыңдар, ойбайны паражек, болмайтын видео түсіреді деп. Айналайын, мен жалғыз түсіріп жатқан жоқпын. Ондай видеолар басқа да популярный видеолар да бар. Мен тек соларды қайталап аягөз қаласын көтергім келеді. Ендеше достар, давайте лайк, комментарий, подписацияны басайық ба, кімдер жаңадан келді. 5 подпис көретіндер де бар. Давайте достар, комментарийға жазып кетіңдер, ақша тапқыларың келсе. Және де конкурс ұйымдастырып жүрейік, давайте. Мен 5 000 теңгеден 2 адам ойнатамын, бір адамға 1 сағат беремін, смарт сағат, кішкентай браслет сағат. Ол үшін жай ғана мен каналыма 3 досың тіркелсін, осы комментарийға 3 досың сенен келдім деп жазып кетсін, болды, басқа ештеңе емес. Егер сенбесеңдер, мен YouTube'тың прямойында отырып сендерге таратамын сол ақшаны. Давайте кеттік достар.